Бүгінгі өтетін тақырыбымыз рамкалы қалтаны өңдеу тәсілдері. Негізгі мақсатымыз студенттерді рамкалы қалтаны өңдеу тәсілдерімен және тізбектілігімен, қалтаны жинау әдістерімен таныстыру. Қаралатын мәселе осы қалтаның орналасуы және оны өңдеу және пішіп тігу. Әдістемелік нұсқау бойынша жұмыс атқарамыз. Рамкалы жарма қалталар кесілуіне қарай түзу және фигуралы сызықты болып келеді, ал моделіне байланысты әртүрлі бағыттағы болуы мүмкін, горизонтал, қиғаш немесе вертикал болып. Рамкалы жарма қалтаны өңдеу үшін келесі бөлшектер қажет. Қалтаны үстіңгі және төменгі шетін өңдейтін негізгі матадан пішілген әдіп 2 бөлшек, негізгі матадан пішілген көмкерме әдіп 1 бөлшек, қалтастары 1 бөлшек, немесе кейде 2 бөлшектен де тұруы мүмкін, бойлық 1 бөлшек. Алдыңғы бойда түсірілетін қалта орнын анықтаймыз. Жалпы қалта аузын 3 сызықпен белгілейміз біз. Көлденең сызық қалтаның аузы болып есептеледі, ал екі жағында 2 тік сызық бұл қалтаның өлшемін анықтайды. Әрі қарай 2 қосымша сызықты біз өзіміз қалтаның әдіптің ені үшін қосымша астыңғы жағынан және үстіңгі жағынан тағы 2 сызық сызамыз. Бұл қосымша сызықтар. Мына жалпы рамка қалта қатты болып тұру үшін, тұрақты болып тұру үшін, мынада филизелін қаттылықтар, филизелінен қаттылық жасаймыз, яғни желімді қатырмамен өңдейміз. Мына жерде енді рамканы өңдеп, қатырмамен өңдеп болғаннан кейін барлық кесіндерді қалта сызығына бүгілу тұсын қосымша белгіленген сызықтарға бағыттап, қалтаның рамка ені бойынша бас аяғына бекітпе жасай отырып, алдыңғы бойға белгіленген сызықтар бойымен біріктіріп тігеміз. Қалта әдіптерін біріктіріп тігу. Алдыңғы бой қалта сызығы бойымен бойлық тұсында кесіледі, әдіптер теріс қарай аударылып, барлық айналдырылады, әдіптерін біріктіріп тіккен тігісенінен рамка құралады, шеттері түйістіріліп түзуленеді. Жалпы рамкалы қалтаның енді мешковина дейміз, яғни қалтаның қақпағын, қапшығын тігу үшін бірінші көмкерме әдіпсіз қалта астарының кесіндісін төменгі әдіпке, ал екінші кесіндісін жоғарғы тігіске әдіпке қосып тігеміз. Сөйтіп рамка тураланады, тегістеледі, тартылады, сөйтіп әрі қарай айналдырып қалта астарын тігеміз. Рамкалы қалтаны астарын тігу. Дайын қалта теріс қарай оң тұсынан рамкасы түзулене отырып, күрестеледі немесе үтікпен жақсы бастырылып үтіктеледі. Қалтамыз, рамка қалтамыз дайын болады біз. Осы әдістеме нұсқауды пайдалана отырып, келесі сабақта тәжірибелік жұмыстарды бастаймыз. Жұмыс бойынша жалпы мынандай сұрақтарға дайындалып келеміз. Рамкалы қалтаның қандай түрлері болады, базор не үшін қажет? Егер тапсырмақ рамкалы қалтаны тігіп келу. Сау болыңыздар. Деп қойып артын кім көріп жатыр? Жөн жеңгейсіз. Маған қиын болды бірінші